Балық көптеген адамдардың ең сүйікті тағамдарының бірі. Адамдар оны кез келген түрінде жей береді, және ол қайнатылған, қуырылған, буланған немесе көмбештелген, тұздалған, маринадталған, ысталған, тіпті шикі балық болсын, өзінің ерекше дәміне байланысты кез келген адамның көңілінен шығып, тәбетін ашады. Ет тұтынатындарға қарағанда балық жейтіндер көп. Өйткені тіпті ет жемейтін кейбір адамдар балықтың артықшылығы оның етінің құрамында екенін біле отырып балық жейді. Оның құрамында А, Д, Е дәрумендері мен кальций, йод, темір, магний, фосфор, селен, мырыш бар. Тауық еті секілді балықтың құрамында да адам ағзасы жақсы көретін өте жоғары сапалы ақуыз бар. Ол өз кезегінде ағзаға қажетті барлық амин қышқылдарын қамтиды. Балықтың пайдасы: ағза жоғары сапалы ақуызға қанығады. Қан ұю функциясы қалыпқа келеді. Қандағы холестеринді төмендетеді. Қалқанша безінің функциясының қалыпқа келтіріп, оның ауруларының алдын алады. Көру қабілетін жақсартады. Жүйке жүйесін қалыпқа келтіріп, жадты, ұйқыны жақсартады және тітіркенуді азайтады. Өмір сүру ұзақтығын арттырады. Тері, шаш, тырнақ, сүйек пен тістің жағдайын жақсартады. Зат алмасуды қалыпқа келтіреді. Жүрек, қан тамырлары ауруларының алдын алуға және жүрек қан тамырлар жүйесін нығайтуға ықпал етеді. Сондай-ақ балық жегеннен артық салмақ қосылмайды. Тіпті майлы балықтың өзі құрамындағы майлы қышқылдарының арқасында салмақ қосуға ықпал етпейді, және оны тұтыну арқылы артық салмақтан арылуға болады. Сол себептен де диетологтар салмақ тастағысы келетіндерге көмбештелген немесе суға пісірілген балық жеуді ұсынады. Балықты қалай жеу керек? Дұрысы, суда немесе буда пісірілген балық жеген жөн. Себебі балық осындай жолмен әзірленсе, пайдалы заттарын көп мөлшерін сақтап қалады. Сондай-ақ көмбештелген балық та пайдалы, ал маринадталған, ысталған, тұздалған және кептірілген балық тек жоғары сапалы болса және дайындалған жағдайда ғана пайда болады. Және оның паразиттерді жұқтыру қаупі аз болады. Балықты қалай таңдау керек? Жас балықтың өзіне тән жағымды ерекше иісі болу керек. Бірақ иіс жағымсыз және өткір болмауы керек. Ал балықтың еті бос емес, шымыр болу керек және оны саусақпен басқанда пішіні тез қалпына келу керек. Бірақ балық етінің түсі оның түріне байланысты өзгеше болуы мүмкін. Алайда балықтың түсі жасыл немесе сары болмауы қажет. Балықты қалай сақтауға болады? Жаңадан алынған жас балықты тоңазытқышта немесе мұздатқышта сақтауға болады. Оны тоңазытқышта бірнеше күн сақтау керек, ал мұздатқышта бірнеше ай сақтала береді.